Бүгінгі видео сабақта біз сіздермен бірге дәл осындай косметичка тігіп үйренетін боламыз. Қараңыздар, бұл жерде потайной замок қолданылған, бірақ потайной емес, кәдімгі әртүрлі замоктарды пайдалана беруге болады. Дәл осы косметиканы тігу барысында ешқандай да лекала пайдаланбай, тек қана А4 қағазын пайдаланып жасауға болатынын көрсетемін. Қараңыздар, мынау бізде негізгі мата, астарлық матаға кез келген матаны ала беруге болады, және ішіне осындай 1 сантиметрлік синтефон пайдаланамыз. Біз негізгі матаны пішкен кезде осылай матаны екіге бүктеп, А4 қағазын қойып, сонымен айналдыра кесіп аламыз. Міне осылайынан екіге бүктеп кесіп аламыз. Астарлықты жасаған кезде де дәл солай етіп, бірдей етіп кесіп аламыз. Астындағы ортасын кессеңіздер, астарлықта дұрысырақ болады, қазір түсіндіріп беремін. Ал синтефонда өзінің көлемінен еше үлкендеу етіп кесеміз, чтобы жетпей қалмас үшін. Енді қараңыздар, мына сызықтарды сызған кезде 4 бұрышынан бастаймыз. Ол қалай? Мынау негізгі бұрышынан екінші бұрышына қарай түзу етіп сызық сызамыз. Дәл солай қарама-қарсы бағытта да түзу етіп сызық сызып алып, одан кейін барып арнайы осындай линейкамен сызсаңыздар болады. Міне екінші жақ бетіне түзу сызықтарды қойып, төменге қарай және жоғарыға қарай сызып шығамыз. Міне осылай. Бұндай линейкаңыз жоқ болса, сантиметрмен өлшеп, 4 немесе 5 сантиметрден белгілеп сызып шықсаңыз болады. Екінші жақ бетін дәл осыған қарама-қарсы бағытта осылай линейканың көмегімен сызып шықтық. Енді біз ең бірінші осы сырып тігілетін тігістерді тігіп алуымыз қажет. Ол үшін синтефонды қойып, осылай инеменен қыстырамыз. Инемен қыстыру барысында, қыздар, мынау әр детальдің орталарынан қыстырып қойғандарыңыз дұрыс. Міне, дәл осылай ортасынан. Неден қыстырмаңыздар? Тігіс жүретін жерден қыстырмаңыздар. Себебі ол тігіс тігіп жатқан кезде мешайт ететін болады. Сол себепті осындай 4 көздің орта бөліктерінен қыстырып шығыңыздар. Бірнеше жерінен осылай қыстырып аламыз. Енді қыстырып болғаннан кейін осылай машинкамен тігіп шығамыз. 3 немесе 4-пен тіге берсеңіздер де болады, разница жоқ. Әр сызып алған бөлікті осылайынан тігіп шығамыз. Жіпті кішкене төмен қарай тартып, екінші белгіленген жақ бетінен қойып, дәл осы сызық бойынша қайтадан соңына дейін сырып тігеміз. Көрінбей қалған шеттері болатын болса, қайтадан тағы да осылай сызықтармен сызып шығамыз. Сөйтіп соның үстінен сырып тіге бересіздер. Полностью сырып тігіп алғаннан кейін шетінде артылып қалған синтефондарды айналдыра кесіп алып тастаймыз. Барлық шетін кесіп тастағаннан кейін осы жерге замокты тігуіміз қажет. Бұл жерде мен потайной пайдаланып тұрмын. Сіз потайной емес, кәдімгі кез келген замоктарды пайдалана беруге болады. Егер джинсовый пайдалансаңыздар, ол тіпті керемет болып шығады. Осы жерге белгіленген бойынша замокты тігіп алдық. Енді астар бөлігін оң бетіне беттестіріп отырып, бұл жерде де замокты осылай тігілген тігіс үстімен бастыра отырып тігіп шығамыз, екі жағына да. Шетіне 0,5 сантиметр жеткізбей тігеміз. Міне тігіп алдық, ішкі жақ бетінде астар бөлігінде тігіп алдық. Замокпен ашқан кезде осылай болып тұр. Қараңыздар. Енді жан бөліктерін тігуіміз қажет. Мен мына жерде астарының ортасынан кескен жоқпын. Сондықтан қазір осы жерде кесіп, ортаны ашып қалдырып кетем. Себебі бұл ең соңында бізде аударылатын бөлік болады. Міне осылай қалдырып кетесіздер. Енді тура ортасына келтіріп, мына жерден тігіс түсіруіміз қажет. Екінші жақ бетінен де дәл солай тігеміз.
міне екінші жақ бетінде дәл осылай түзу етіп тігіп аламыз. 0,5 сантиметр осы жерде қалдыруымыз керек деп жатқаным, осы астыңғы бөлік отдельно, үстіңгі бөлік осылай отдельно тігіледі. Сол үшін ашып қалдырып кетеміз. Міне полностью жан-жағын барлығын осылай тігіп алдық. Енді мына жерге 4-4 деп белгі түсіреміз. Және сол 4-4 белгіні осылай түзу қойып тігіп шығатын боламыз екі ұшына дейін. Барлық жағын осылай астар бөлігін отдельно, негізгі матаны отдельно тіксеңіздер де болады, немесе қосып тігіп кетуге де болады осы жерде. Мен бірақ әрқайсысын жеке-жеке тігіп шықтым. Енді қараңыздар, оң бетіне астардың жаңа ортасымен аударған кезде міне осындай косметичка пайда болды. Міне ішкі жақ бетін қараңыздар. Астарында әдемі гүлдісін однотонный таңдай берсеңіздер болады. Тура мына ортаны ең соңынан қолмен көктеп тігіп шыға саламыз. Соныменен біздің косметичкамыз дайын. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментариймен қолдап кетіңіздер.